Қараңғы, футуристік жаңа Орлеанда жер асты әлемінде қауіпті нәрсе бар. Жұмбақ адам есірткі сатушыларға билік деп аталатын қауіпті және күшті есірткіге қол жеткізуге мүмкіндік берді. Бұл таблетка ол тұтынылған кезде пайдаланушыға 5 минут ішінде керемет адамнан тыс қабілеттер береді. Есірткі көшедегі сатушыларға таралып жатқандықтан Ньют есімді адам да аз ғана үлеске ие болады. 6 апта алға жылжыңыз. Біз қайтадан қаланың қарбалас көшелерінде боламыз. Бұл жолы Ньюттың жасөспірім немере ағасы Робин, ол да есірткі бизнесімен айналысады. Жан түршігерлік жағдайға тап болды. Кейбір клиенттер билікті қолына алғысы келіп, оны тонамақ болды. Бірақ бәрі дұрыс емес болып көрінген кезде, Робинді Жаңа Орлеан полиция департаментінің қызметкері Фрэнк Шивердің келбеті құтқарады. Фрэнк полиция қызметкері ғана емес, Робиннің тұрақты клиенттерінің бірі болып шықты. Бұл арада Арт есімді ақш армиясының бұрынғы майоры билікті бөлуші тек Бигги деген атпен белгілі жұмбақ адамды аяусыз қудалайды. Оның жолы сайып келгенде, оны Ньютке, бұрынғы есірткі сатушыға апарады. Бірақ Арт одан жауап ала алмай тұрып, Ньют кездейсоқ энергияны шамадан тыс дозалаған кезде күрес кезінде қайғылы түрде қайтыс болады. Осының бәрі болып жатқанда, полиция қызметкері Фрэнк билікті басып алған қылмыскер жасаған банкты тонаудың алдын алған кезде бұл іске қайта араласады. Бірақ ол үшін сыйақы алудың орнына кенеттен есірткі қолданғаны үшін жұмыстан шеттетіледі. Оқиғаның күтпеген өзгерісінде Фрэнктің капитаны оған сеніп, үкіметтегі күшті күштердің билікке қатысты кез келген тергеуді тоқтатуға қысым жасап жатқанын айтты. Сенім белгісі ретінде капитан Фрэнкке есірткінің көзі деп есептелетін басты күдіктінің суретін береді. Бұл өнердің өзі екені анықталды. Фрэнк бұл туралы ойланып жатқанда, Арт Робинді ұрлап, марқұм Ньюттың телефонын пайдаланып, оны есірткі картелінің жасырынған жеріне апаруға мәжбүр етеді. Баспанада екеуі атысқа түседі. Қызу тартыс кезінде Арт картелдің бірнеше мүшесін өлтіру кезінде оқтан жарақат алады. Бірақ дәл осы хаос кезінде өнер таңғалдыратын шындықты ашады. Жаңа Орлеанның түкпір-түкпіріндегі озық пайдаланушылар есірткіге бейхабар субъектілер ретінде пайдаланылады. Робин Арт жарақатына бейім болғандықтан, екеуінің арасында байланыс бар. Арт өзінің өткені туралы айтып, әскерден кеткеннен кейін жеке қорғаныс мердігері Толиостың қолындағы пешкаға айналғанын айтады. Толиос өнерді адамгершіліктен тыс қабілеттерді дамытуға бағытталған эксперименттерге ұшыратты. Оның үстіне Арт қызы Трисидің өзі бұрын соңды болмаған қабілеттермен дүниеге келгенін түсіндіреді. Өкінішке орай, Трисиді Толиос компаниясының қызметкері Уоллес ұрлап кеткен. Осы ақпарат арқылы Арт пен Робин есірткі және оның жұмбақ жаңа дистрибьюторлары туралы шындықты бір жола ашу үшін күш біріктіреді. Бәрі әрі қарай тергеу барысында олар жаңа ақпаратқа тап болады. Ньют сияқты адамдарға есірткінің таралуының артында тұрған басты тұлға Бигги деген атпен белгілі адам есірткіге арнайы жарнама жасап жатыр дейді. Өзінің табандылығын пайдалана отырып, Арт пен Робин бұл жарнамада өз жолын табады. Бұл артықшылықтарды көрсететін жеке бастама екені белгілі болды. Таблеткалар, керемет мүмкіндіктер, одан да сорақысы, бұл оқиға өте маңызды ойын кезінде Супердомның жанында өту керек. Стадион бірте-бірте жергілікті Сент командасының жанкүйерлеріне толып жатқандықтан, Арт пен Робин рәсімді жасырын түрде тамашалайды. Бигги күш хамелеондар немесе қасқыр бақа сияқты жануарлардан мұраланған ерекше қабілеттерді пайдалана отырып, адам эволюциясының келесі кезеңін білдіретінін батыл айтады. Тым көп уақыт босқа кеткендіктен, өнер рәсімнің ортасында Биггиге қарсы тұрып, оны мылтықпен сөйлеуге мәжбүрлеуге тырысады. Жауап іздейді. Осы қарқынды жауап алу барысында Арт жаратылыс деп аталатын кеме туралы маңызды ақпаратты біледі. Бірақ олардың кездесуі Фрэнктің пайда болуымен үзіледі. Ол дәл осы демонстрацияда басқа озық пайдаланушыларды бақылап отырды. Тез өршіп бара жатқан жағдайдан құтылуға тырысып, Биггидің өзі күш таблеткасын жұтып, Арт, Робин және Фрэнкті кейінгі хаостан құтылуға мәжбүр етеді. Осы хаостың ортасында өнер мүмкіндікті пайдаланып, Биггиді жойып жіберді. Бұл олардың айналасын толығымен жойып жіберді. Нәтижесінде Фрэнк өнерді ұстап алып, жағдай туралы капитанына хабарлады. Өнер осы мүмкіндікті пайдаланып, шындықты жарыққа шығарды. Ол Жаңа Орлеанды шарпыған індет шын мәнінде есірткіні тұтынушыларды қажетсіз сынақ субъектілері ретінде пайдалану арқылы есірткіні тұрақтандыруға бағытталған ауқымды сынақ кезеңі екенін көрсетеді. Оның үстіне, өнер оның қызы Трисидің жаңа препараттың ерекше қабілеттерінің қайнар көз екенін көрсетеді. Дәлелді дәлелдер мен сенімділік атмосферасын пайдалана отырып, Арт Фрэнкті капитанының Толиостың бақылауында әрекет ететініне сәтті сендіреді. Батыл қадам жасай отырып, Арт сюжеттің жүрегіне ену мүмкіндігіне ие болу үшін әдейі олардың мейіріміне бөленіп, Толиосты өз қолына алуды ұйымдастырады. Ол күткендей, кейіннен Бигги айтқан және жағдайдың ортасында тұрған Genesis кемесінің бортында болады. Артаны тасымалдап жатқанда, экипаждың қалған екі мүшесі Фрэнк пен Робин де қорқынышты Genesisке енуге тырысады. Және олар мұны істеп жатқанда, олар қайтадан күзетшілердің бірін оны босатуға көндіре алған өнерге тап болды. Қайта қауышқаннан кейін, олар кеменің лабиринт тәрізді дәліздері арқылы саяхатын жалғастырды. Сонда олар іздеген адамға тап болды. Шиеленіс күшейген сайын Фрэнк пен Арт бұл адамға қарсы шығады. Ол жалғыз Уоллес, Толиостың айбынды жедел уәкілі және үшеуі де ұрысқа кіріседі. Қиян кескі қақтығыста, параллельді ізденісте Робин әкесі мен әпкесіне деген сүйіспеншілігінің жетегінде Трисиді өнермен қайта қосу үшін табады. Өйткені ол өз отбасын құтқара алмады. Мұның бәрі Арт қызымен қайта қауышқан кездегі мерекелік сәтпен аяқталады.
ол әлі күнге дейін жаңа қуат таблеткасын жасау үшін қолданылады. Жаңа Орлеанның тағдыры және оның тұрғындарының өмірі тепе-теңдікте тұр. Өйткені бұл керемет кейіпкерлер командасы қарсыластарымен бетпе-бет кездеседі. Олардың ұжымдық шешімі оларды шындыққа жақындатады. Хаос пен үмітсіздік кезінде біздің кейіпкерлеріміз бұрышта қалып, қашу жоспарлары бұзылады. Доктор Гарднер, күш жобасының ұйымдастырушысы, Робинді ұстап алып, оны кепілге алады және Робиннің өмірі үшін Трейсиді талап етеді. Ставкалар бұрынғыдан да жоғары. Жан түршігерлік жағдайларға қарамастан, Арт өзінің жаңа табылғанын құтқару үшін соңғы шарасыз әрекетінде таблетка ішіп, бір қадам алға жылжиды. Отбасы. Ол тапанша ашаяндарының керемет күшті пропозициялық соққысы бар жануардың қабілеттерін пайдаланады және Гарднер мен оның адамдарына жойқын күш түсіреді. Шешуші қақтығыста өнердің ерекше қабілеттері Гарднердің террорлық билігін тоқтатудың кілті болды. Алайда бұл ерлік әрекеті қымбатқа түседі. Өйткені өнер бұл процесте өз өмірін құрбан етеді. Бір қызығы, өзінің ерекше қабілеттеріне ие болған Трейси өзінің ерекше қабілеттерін өнердің жойылып бара жатқан тіршілігіне тыныс алу үшін пайдаланады. Өнер қайта жанданған сайын барлық қиыншылықтарға төтеп бере отырып, үміт оты пайда болады. Олар бірігіп, жойылған Генезис пен Телиостың соңын қалдырып, Жаратылыс кітабының тырнағынан құтылу мүмкіндігін пайдаланады. Фрэнк әділдікке ұмтылып, баспасөзге күш жобасы туралы шындықты ашуды мақсат етіп отыр. Ол арам пиғылды операцияларға жарық түсіруге және жаңа Орлеанды азаптап жатқан қара құпияларды ашуға ниетті. Бұл арада мәңгілік шайқастармен, құрбандықтармен ерекшеленетін өнер жаңа жол ашу туралы ашы тәтті шешім қабылдайды. Ізгі ниет пен жанашырлықтың белгісі ретінде өнер Робинге жүк көлігі мен қомақты ақшасын сеніп тапсырады. Ақша салынған сөмке анасына медициналық көмек көрсетуге арналған. Бұл өнердің артында қалдырған адамдарына деген қамқорлығының символы. Ол Робинге өзінің болмысындағы ұлылықты қабылдауға шақыратын терең хабар береді. Арт пен Трейси келесі сапарына аттанғанда, олар ақыры олар үшін қатты күрескен еркіндіктің тәттілігін сезінеді. Олардың бұрынғы қиындықтарының ауырлығы төмендей бастайды. Жаңа еркіндік пен мүмкіндік сезіміне жол ашады. Бұл арада ол куә болған аласапыран оқиғаларға байланысты мәңгілікке өзгерген Робин өмірінің жаңа тарауын бастайды. Музыкаға деген құштарлығына бой алдырып, репер болуға шақыруын өзі шақыратын қала сияқты жанды және серпінді болуға уәде беретін жолға түсу арқылы ашады.